Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін біз сіздермен бұл сабақта WordPress-ке арналған карточканың товарын дизайн жасауды үйренетін боламыз. Пример ретінде осы фотоны алдық. Бұл фотода Derma фирмасының пылесосы және артықшылықтары ең жоғарысына оның аты жазылған. Осы фотоны жасайтын боламыз бірге. Ол үшін алдымен пылесостың фотосы керек. Мына жақта элементтер және де артқы фон керек болады. Ол үшін алдымен артқы фонды мына жерде Pinterest деген приложение арқылы, телефонда тоже приложениесі бар. Pinterest сайтынан белая комната эстетика десеңіздер, әдемі фотолардың барлығын шығарып береді сіздерге. Өздеріңізге қажетті фотоны таңдап алсаңыздар болады. Бұл жерде мен пылесос салайын деп отырғандықтан өзіме сәйкестендіріп осы фотоны алған болатынмын. Мына жерде 3 точканы бассаңыздар скачать изображение шығады, өздеріңізге сақтап аласыздар. Одан кейін мына жерде пылесостың фотосы керек болады, немесе Google-дан, немесе Каспиден көрсеңіздер болады. Мен бұл жерде Каспиден тауып, өзіме бұл фотоны скачать етіп аламын. Так, рабочий стол. Менде 56 деп сохранить етейін. И приложениеға Canva приложениесін қосып, Canva приложениесі арқылы дизайн жасайтын боламыз. Ол үшін тіркеліп алып, тіркеліп болғаннан кейін файл деп создать дизайн, настраиваемый размер десеңіздер, өздеріңізге керекті размерді таба аласыздар, жаза аласыздар. Бұл жерде бізге WordPress-ке салынатын карточканың размері 900-1200 болу керек. 900-1200 создать дизайн. Ары қарай өзіміздің жаңа скачать еткен белая комната фонды өзімізге загрузить етеміз. Ол үшін мына жерде загрузки деген бөлімде загрузить медиа, загрузкада загрузкиде ең соңғы фотоны өзімізге аламыз осы жерде. И мына жерде фонға толтырып жандарын созып аламыз. Біз бұл жерде бұл фото бізде фон болғандықтан кішкене прозрачнысын жоғарылатамыз. Размытие десеңіздер, кішкене бұлыңғырлайды. Фотоны бұлыңғырлату керек болады. Бізде основной фото біз пылесос болу керек, сондықтан. И жаңағы пылесосты әкеп қою үшін алдымен бізде Remove PG деген сайтты қолданамыз. Бұл жерде мынау мен жаңа жасап қойдым арнайы. Немесе фотоны алып кеп, фон удалить етіп аламыз. Рабочий столға сақтаған 56 фотосын, фотоның фонын өшіріп, только товардың өзін ғана алып скачать етіп аламыз. Одан кейін Canva приложениесі арқылы загрузки, загрузить медиа арқылы пылесосымыздың фотосын алып келеміз. Вот міне пылесостың фотосы бізде дайын болды. Көріп отырғандарыңыздай фотосы дайын. Кішкене өзімізге жақындатып алу үшін мынаны жақындатсақ болады астынан. Енді бұл жерде фон мен пылесостың фотосын қойып алдық. Енді мына арнайы элементтер арқылы бұның артықшылықтарын жазатын боламыз пылесостың. Ол үшін арнайы элементтер қолданамыз. Бұл жерде элементі деген бөлімді бассаңыздар, бірнеше элементтердің фотосы шығады. Алдымен мынау және мыналарды көруге болады. Так, мына фото арқылы біз өзіміздің тақырыбын жазсақ болады. Например, мынау. Бұл жасап, прозрачнысын кішкене төмендетеміз де. Бұл жерде фиолетовый түсіп болғандықтан, бұл жерден фиолетовый таңдасақ болады өзімізге. Және оның атын жазамыз. Атын жазу үшін мына жерде текст деген бөлімге кіріп, пылесостың атын сохранить етіп алуға болады. Вертикальный пылесос.
моделімен бірге жазылған. Вертикальный пылесос. Қолмен жасаймыз. Так, бізде бұл заголовка болғаннан кейін үлкен әріптермен жазған дұрыс. Вертикальный пылесос. Xiaomi Derma мына жақтан алсақ та болады. Ctrl-C копировать етіп аламыз. Және шрифтарын кішкене қысқартамыз. Элементтің ішіне апарып қоямыз. Оның бірнеше шрифттары бар. Өзімізге керекті шрифтті осы жерден тауып қоя аламыз. Қатты әдемі көрінбейді. Бізде бұл заголовка болғаннан кейін кішкене ірілеу әріптермен тұрған дұрыс. Бұл жерде тақырыптарды жаздық. Тақырыбын жаздық. Ендігі кезекте мынау элементтер арқылы артықшылықтарын, төрт артықшылық жазылған бұл жерде, соны жазып шығатын боламыз. Ол үшін элементі бөліміне кіріп, мындай шеңберді пайдаланамыз. Бізде бұл шеңберден 4 штук керек болады. Алдымен осы жерге түсін аққа өзгертіп аламыз және прозрачный кішкене жоғарылатамыз. 80-ге қойсақ нормально. Мына жерде бұның шеңбердің жанындағы қара сызықты фиолетовый цветке ауыстырамыз. Ол үшін мына жерден цветін таңдаймыз. Мына жерде ақ цветіміз фиолетовый цветке ауысты. Жанында қарасы. Осыдан дәл осы шеңберден енді 4 штук жасап аламыз. Ол үшін осыны белгілеп тұрып, 3 точкада дублировать бассаңыздар 1, 2, 3. Общий 4 штук болды. Астына қарай жайғастырамыз. Содан кейін артықшылықтарын жазатын элементті таңдаймыз. Бұл элементті де кішкене созыңқырап, цветін аққа ауыстырамыз. Жанына ешқандай рамка қоймаймыз. Прозрачный төмендетеміз. 70-ге қойсақ болады. Осыны алып барып, бұл жаққа қоямыз. Дәл осы размерден бізге 4 штук керек болады. Артықшылықтарын жазуға. Осыны дублировать етіп аламыз. 1, 2, 3 алып барып, мына жақтарға қоямыз. Астына. Кішкене үлкен болып кетті негізі. Кішкене кішірейтіп аламыз. Ал енді артықшылықтарын жазамыз. Бұл жерде бірінші циклонная фильтрация. Белгіні бұл жерде Google-дан алсаңыздар да болады. Фильтрация десеңіздер, фильтрацияның бірнеше
Бірнеше фото шығады. Логотип. Мына сияқты фильтрациялар болады. Мынадай фильтрацияны алсақ та болады белгілерін. Немесе мынаны алсақ та әдемі. Сохранить картинку как. Елу-жеті деп сақтайық. Және де бұл жерде тағы бізге қандай белгілер керек болады. Соны көре салайық. Тап одном и беззвуканың белгісі керек болады. Онда осы жерден сақтап аламыз. Мына белгі жарайды бізде. Үшін сохранить картинку как 58 деп сақтайық. Оны мына жаққа алып барып қою үшін алдымен бізде фон өшіріп алу керек болады. Сондықтан қайтадан Remove Widget приложениясы арқылы оның жаңағы сақтаған екі фотомыздың фонын өшіріп алатын боламыз. 57. Вот міне бізде барлығы өшірілді. Так, скачать. Өзімізге алдымен сақтап аламыз осы фонды. Скачать. Жаңағы фотомыз бізде сақталған жоқ. Оны тоже скачать етіп аламыз. Одан кейін қайтадан приложениемізге барамыз. Загрузки бөліміне кіргеннен кейін екі логотипті өзімізге сақтап аламыз. Осы жерде сақталды. Екіншісі 58. Вот фильтрацияның белгісі. Жаңағы фильтрацияның белгісін тапсаңыздар, соны қойсаңыздар да болады. Және де беззвуканың белгісін тоже ең астына қоямыз. Осы сияқты белгілер пайдалансаңыздар болады. Мына жерде насадкасы, насадка 3 комплектациясы бар. Және де 2 в 1 ручной пылесос и вертикальный. 2 в 1 и 3 деп жазуымыз керек. Ол үшін текстке барып, мына жерге 3 деп жазасыздар да, оны апарып мына жерге қоясыздар. Добавить заголовок деп 2 в 1 деп қойсаңыздар болады. Одан кейін 2 в 1 оны алып барып мына жерге қойсаңыздар болады. Кішкене кішірейтеміз. Бұлай кішірейтсек болады. 2 в 1. И ары қарай артықшылықтарын жазамыз. Циклонная фильтрация. Бұл жерде ең кіші заголовокты алып, циклонная фильтрация. Оны алып барып, бірінші артықшылығына жазамыз. Екінші бізде вертикальный и ручной пылесос. Вертикальный и ручной пылесос. Екеуін бір қатарға жазуға болады. Осыны алып барып, екіншісіне қоямыз. Вертикальный пылесос. Бұл жерде шрифтарын осы жерден кішкене қарайтуға болады.
Енді үшінші артықшылығы насадки в комплекте. Насадки в комплекте. Төртінші артықшылығы низкий уровень шума. Шрифтін ауыстыра аламыз. Бізде фотомыз дайын болды. Енді Derma фирмасы болғаннан кейін Dermaның несін қолдануға болады, логотипін. Ол үшін мына жаққа Derma деп жазсаңыздар. Derma логотип деп жазсаңыздар, Derma логотипі шығады. Мына логотипті алуға болады. Ол үшін қайтадан өзімізге сақтап аламыз. Filtros деп сақтап аламыз. Одан кейін жаңағы Remove Page приложениясы арқылы логотиптің фонын удалить аламыз. Логотип болғаннан кейін бізде фото әдемілеу көрінеді. 59. Вот міне фон удалить етілді. Скачать етіп, бұл жерде так. Сөзімізді кішкене кішірейтейік, сонда әдемі көрінеді. Загрузки бөліміне кіргеннен кейін загрузить медиа, загрузка пайданы басып, мына жерде загрузки бөлімінде вот міне Derma деген осындай логотипті пайдалануға болады. Ал достар, бізде фотомыз дайын. Осындай фотоларды қою арқылы біз саудамызды жақсартуымызға болады. Қош сау болыңыздар. Поделиться бөлімін басқаннан кейін мына жерде ең астына бассаңыздар скачать деп өзіңізге керек форматта болса скачать деп өздеріңіз сақтап алсаңыздар болады. Сау болыңыздар.